Dostlar. Қалай, жағдайларыңыз жақсы ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Сабаққа көңіл күйлеріңіз қандай? Керемет. Енді мынау сіздерге бүгін көңіл күйлеріңіз қалай? Біздің көңіл күйіміз қандай бүгін? Керемет, иә? Енді сабақты бастамас бұрын ең бірінші біз пазл әдісімен топқа бөлім олайық. Мына жерден аластарда құрастырады. Бұл жерде сандар бар. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6 бір топ, 6'dan бастап 7, 8, 9, 10, 11, 12 бір топ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 дейін бір топ боламыз. Кей кезде тез аластарда біреуін ал, біреу, әр оқыс біреу ол. Біреу ал, біреу. Tez kurastıralım dedi. Tez her topla kurastıralım. Topla böyle tez kurastırsa. Yok. Bu şeyde kalbe al. 7'den bastaydı. 7'den bastayısın da. Bana 6, 7, 8 üstü ama 10 ama üstte duralım. Sırasıdır mı? Tez bozdum. Adres bozdunuz mı? Bu hangi top? İslam topu ya, jalpa. İkinci? Üçüncü top. Bozma. Gaylar oturalım dedi. Ket. Üç topқа bölündük. Birisi İslam topu, ikinci Hristiyan, üçüncü Budizm topu bu üçüncü bölünüp aldı. Al енді sizlerге бүгінгі сабағымызды ардақыра жалғастырамыз. Бұл жерде айтады, жалпы бағдаршам әдісі арқылы оқушылардан не дейді? Бағдаршам әдісі арқылы оқушылардың үй тапсырмасын сұраймыз. Қазір сіздерге үй тапсырмасын сұраймыз. Енді бұл жерде сіздерге бағдаршам арқылы қызыл, одан кейін жасыл түсті береміз. Бұл берген себебім, егерде сіздерге сұрақ қоямын, қайсың мен дайынбыз десе қызылды көтересіздер, дайын емес десеңдер жасылды көтересіздер. Түсіндің ғой, иә? Ал енді сіздерге сұрақ қоямын, үй тапсырмасы. Қандай тапсырма бергенде үйге өткен жолын? Жоқ, ол емес. Бір үйге әлеуметті географиясын бергенімізде, ол жерде жалпы 45-46 параграф дүниежүзінің этнолингвистикалық бейнесі қалай көрінеді. Жалпы бұл жердегі этнос дегеніміз не, тіл дегеніміз не, халық дегеніміз не сол туралы айтып кетеміз. Тәке дәрді қара жалпы қазір мен бірінші топқа сұрақ қоямыз. Бұл жердегі сұрағымыз халық сөзіне, халық сөз нені білдіреді? Жасылды, қызылды көтереміз, қызыл. Кет жауап береміз. Халық дегеніміз тарихы бір, діні бір, орналасып отыратын орны бір болса, ол халық деп аталады. Яғни, оның аумақта бір тарихы қалыптасқан, тілі, оның тілі, олысыларына бір болған ол халық дейді. Деген сұрақ кеттік. Тіл нешеге бөлінеді дейді. Қызыл көтерді. Тірі екіге бөлінеді, тірі және өлі болып. Ал енді мына тірі дегенде, өлі дегенде. Тірі дегеніміз қазіргі таңда қалыптасып келе жатқан, мысалы өзіміздің тіліміз қазақ тілі ұмытылмағандықтан, ол өзіміздің тіліміз, ал өлі тілге ежелгі грек тілі жатады, ол қазіргі таңда жойылып кеткен, яғни оны ешкім қолданысы жоқ деген сөз, қолданысы жоқ деген нәрсе. Так, кет, ар жаққа қарап. Үшінші сұрағымыз дүниежүзі тілдердің жіктелуі. Қалай жіктеледі дүниежүзі тілдер? Тез қызыл көтереміз, жіктелуі. Тілдердің жіктелуі. Бар ғой тіл семьясы деп, ал кет, қызылды көтереміз, қызылды, көрсет қызылды. Тілдер олар
Қазақтың кең тараған белгілі бір аумақта орналасқан бойынша орналасады. Ketdi, cavab olsun. Сіздердің өз семьялары болады және олардың әр семьяның бір-біріне деген ұқсас тілдері болады. Ket, arjaqqa üçüncü top. Dayımız mı? Üçüncü top. Жалпы жазу дегенimiz деген. Üçüncü toptan sonra üçüncü topta. Жазу дегенimiz. Айтамыз. Отыра қойыңыз. Ал кет, алам. Халық тілдерінің өкілдеріне Жазу толықтырамыз. Ал кет. жазу дегеніміз әр халықтың ақпаратты сақтай білуі. Мысалы, жазу өте аз келеді. Мысалы, жер бетінде 5000-нан астам тіл болатын болса, соның 200-ге жуығы жазуы бар. Жалпы, о жерде жазу деген нәрсе толықтырып кететін болса, кім бек бол, жақсы айтады, жалпы жазу деген нәрсе әр өзің, мысалы 5000 тіл болатын болса, оның ішінде 200-ақ жазу, 200 тілде жазу бар екен. Өйткені ол өзіне мәлімет ақпалатын дұрыс па, ертең келешекте тарихқа, келешекке жеткізетін, яғни жазу арқылы, яғни жазудың қандай түрлері бар бізде? Латын әліпбиі, кирилл, содан кейін араб әліпбиі, Қытай ағылшын. Кетті. Одан кейін сұрақ. Кең таралған тілдерді ата деді. Қытай тілі, Қытай орыс. Не себепті олардың көп кең таралған дейді? Сол тілдерді көп қолданған себебі ол тілдер қазіргі заманда дамып келеді. Ол тілдердегі біздің тарихымыз көбінесе сол тілдерде жазылған жоқ. Бұл тілдер қазіргі таңда жалпақ айтқанда үлкен мәртебеге ие. Одан кейін халық көп, дұрыс па? Одан кейін үшінші, соңғы сұрағым үшінші. Ең соңғы сұрағым негізгі тіл семьяларын ата дейді. Сіздер білмейсіңіз? Негізгі әкет. Үндеуропалық семьясы, Карпей семьясы, Афродий семьясы, сосын Алтай семьясы, Содан кейін Дравидиялық семьясы, Эскимос семьясы, Аустро-Венециялық семья. Жалпы бұл жерде халықтың тіл семьяға бөлу үшін өйткені ол жердегі үнді еуропалық тіл семьясында мысалы герман, славян, роман, балтық тілдер жататын болса, соның ішіндегі Қытай, Тибет тілдері, Қытай мен тибеттіктер, афразиялық дейді, афразиялық яғни ол африкалықтар, Алтай тіліне жататын біздің түрік тілдесі, қазақ тілі, түркі, моңғол, содан кейін манчжури тіл жатады екен. Жалпы тіл семьясы осылай. Енді рахмет сіздерге. Үйдегі берген тақырыбымыз, сіздерге берген тақырып бұны 45-46 тақырып еді. Жалпы бұл жерде тіл халқының белгісі ретінде ең бірінші ол жерде жер бетінде 7 миллиардтан астам халық болатын болса, соның қазіргі күнге ғалымдардың есептеуі бойынша 5000 тіл бар, дұрыс па? Соның ішіндегі жалпы этнос деген ол 5000 тіл бар. Тіл деген нәрсеміз ең бірінші ол көбінесе халықтың тілдің атауы екеуі не дейді? Сәйкес келеді дейді. Өйткені қазір этнос деген ол халық деген сөз, дұрыс па? Халық деген нәрсе ең бірінші халық негізінде құралады. Тайпадан құралады, дұрыс па? Бір тайпаның мысалға халқы, яғни олардың тілі бір, діні бір, олардың салт-дәстүрі, санасы бәрі бір болып келгендіктен сол жердегі ол халық деп аталып кетеді. Енді бұл жердегі үйге осы тақырып берген едік. Енді бүгінгі өтетін сіздер тақырыбымыз енді сурет арқылы біз біліп отырамыз қандай тақырып. Мына жердегі суретпен жұмыс істейді. Бірінші және екінші суретті қараңыздар, көріп тұрсаңыздар, бірінші сурет пен екінші суретті. Яғни екі суретте өзара байланса алама, сурет туралы әңгімелеңіздер дейді. Әңгімелеп бересіздер ме дейді. Суретте не көріп тұрмыз? Әртүрлі мемлекеттердің бір-біріне деген сыйластығы және бір-біріне деген тату емес. Адамдардың түрлі нәсілдерге бөлінуі. Түрлі нәсілдерге бөлінуі, жалпы одан кейін. Нәсілдерге және діндерге бөлінуі. Діндерге? Көбінесе невроид нәсілдер ислам дінін ұстанады. Мына екеуінің байланысы бар ма дейді, мына екі суретте?
Сол діндерді көп пайдаланатын адамдар туралы. Yani tağda oldu mu, başka bir şey yok mu? Жалпы Бұл жерде дүниежүзі глобус яғни бұл дүниежүзі. Ал анау діндер және ал балалар болса әр діндегі азаматтар. Ол дүниежүзі діни алуантүрлікті білдіреді. Dini anlatımlıkta bildirir. Ta ne aytamiz? Ket. Адамдардың түрі дінге бөлінуі, оның ішінде нәсілдерге және діндерге. Rahmet. Енді bu жерде әртүрлі халық көріп жатырмыз, ja. Оның ішінде Европалықты да көріп жатырмыз, негрлерді де көріп жатырмыз, ja. Соның ішіндегі кітаптарда отырып, мына жерде кәріс кісілерді де, қытайларды да көріп жатырмыз. Бұл жердегі мына екі суреттің шын айтқанда бір-бірімен байланысы бар ма деген байланысы бар. Өйткені бұл жерде әртүрлі халық бағана Мардан жасап кетті, Арнұр жасап кетті. Жалпы Арнұр айтады, бұл жердегі әртүрлі достастығы, ол жердегі мысалға біздің қазіргі кездегі дүниежүзі діндердің ішіндегі үш дінді сіздер бөліп қойып қояды. Өйткені себебі бөлген себебі ислам, христиан, содан кейін буддизм дінді бөліп кеттік. Жалпы екеуінің қатысы бар. Өйткені бұл жердегі суретке қарасаңыздар, мына діндердің несі? Таңбасы. Дұрыс па? Жалпы таңбасы бұл жердегі ислам діні, содан кейін христиан діні, содан кейін жаңағы индуизм, буддизм, конфузизм діні, мына жердегі мына көріп тұрмыз ғой, біз неден көреміз бұны біз? Конфузизм діні. Қытай, Қытай, жалпы Кунг-фу панда дегенді көресіздер ма? Иә, сол кезде Кунг-фу пандада осы Қытайда кунг-фу Иә, сол жалпы бұл жердегі діндер. Енді ар жақ қарап сабақты сіздерге тапсырма береміз, сол тапсырманы тез-тез орындайсыздар. Бірінші тапсырма дейді. Уақыт беріледі, дүниежүзінің жүздерін кетіп жазасыздар, сол туралы артықпен өздеріңіз мына жердегі мәтінді оқып, тез жазып бітіресіздер. Болғандарыңыз қызылды көтересіздер. Иә? Жалпы. Тез. Bulamaz siz, her göz top sessiz. Yazasına sessiz. Атажан тастасын Yazdır işte. Hristiyan, İslam, Budizm var. Katba, bolpa, yazmadığımızda Al yerden yapışırım. her metelde. Sıkıntı gönderelim, sıkıntı bağlarsan gönderelim. Bir işlem daire, diğer işlemimiz dairemiz, işlemimiz daire. Bulamayız. Bozma. Diğer işlem bozsa, bozma ki kalan toplu yazarsanız. Ya bir yerlerinize, bölmeyin. Ол бер қараймыз. Енді жалпы бұл жерде сіздерге енді дін дегеніміз не? Соны түсіндіріп кетейін. Дін дегеніміз негізі адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды әлеуметтік мәдени сана дейді. Ең бірінші бер қараймыз. Ең бірінші діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі және де оның жаратушы Құдайға сенімі дейді. Жалпы дін дегеніміз қазіргі кезде ең бірінші біздің Қазақстанның өзін алатын болса бер қараңыздар. Biz екі кітап арқылы өмір сүреміз. Бірінші Алла Тағаланың жіберген Құран Кәрім кітабы, екінші біздің ата заңымыз, дұрыс па? Конституция. Өйткені ол мысалға Алла Тағаланың Құран Кәрімде айтады тек қана адамның өмір сүруі, оның болашақтағы, оны жаман жолға түсуіміз, тек қана жақсы адамгершілікпен, оны айтатын болса, дін деген біз оны сол Алла Тағала сенім деген білдіреді. Енді жалпы бұл жердегі бір тыңдаймыз бері қарамыз. Енді жалпы бұл жерде айтып кетеді. Сенім дегеніміз не? Сенім адамның ақыл ойы, күшін, еркін қабілетін жоғарылататын жағымды сезім. Сенім адамның жігерін арттырып, болашаққа құштарлықтарын
құбылысын болашаққа сену, еңбекке сену, жақсы адамдарға сену, жақын адамдарға сену, дінге сену. Жалпы айтқанда сенім деген нәрсе шындығына келетін болса үміттен басталады дейді. Біз үміттенеміз, ең бірінші біз соған сенеміз. Сенім адамның алдында қойған мақсатына айқын жету. Яғни айтатын болсақ, біз айтатын Алла Тағала сенеміз, дұрыс па? Егер де біз Құдайға сенбейтін болсақ, адамдар өмір сүреді. Дұрыс па? Әрқайсымыз шын айтқанда жаман жолмен, жаман нәрсені жұмыс істеп кетеді. Сол себепті ең бірінші дін деген нәрсе бізге Алла Тағала тікелей немесе бізге адам арқылы жеткізетін, адамның асылы біздің пайғамбарымыздың Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, жалпы Мұхаммед пайғамбар арқылы ол бізге кітабын түсірді, ол бізді жақсы жерге, жақсы адамдарға жесірлерге тиіспейміз, әлсіздерге тиіспейміз, жақсы тек қана жақсы нәрсемен біз көрінеміз деген ниетте біздіңше айтқанда өмірге деген болашаққа жол салып беру. Сен жаман жолға түспейсің, сен мына жолмен жүр, сен исламды ұмытпа, сен христиан дінінде тура сондай. Будда дінінде тура сондай. Тек қана олар жақсы жолға жүру, адамның қасиетімен, келешек болашағымен арда қарап күн көреміз. Сол сенім білдіру арқылы сеніммен дін солай болып келеді. Енді біз сіздерге бағана бірінші тапсырма бергенбіз, бірінші топ бұл кісі дайындап қойған еді, сіздер тек қана жауап бересіздер. Дүниежүзі діндері үшке бөлінеді: христиан, ислам, буддизм. Христиан дінін ағаш, партия, орыс, кәдеге бөлінеді. Құламаймыз. Буддизм дінін Моңғол, үнді, Жапония мемлекеттері ұстанады. Үшінші топ, сіздер не айтасыздар? Ислам деген дүниежүзілік діни дін. Ол оны төрт мемлекет қолданады: Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан. Жоқ, ол ислам діні көп мемлекеттері. Араб мемлекеттері бар, Африка мемлекеттері бар, Египет, Арабия мемлекетте, оны жетекші Арабия мемлекеттер қаланған. Оны ислам дінінің негізін қалаған 570 жылы Меккеде туылған Мұхаммед пайғамбар болды. 40 жасын ол Алла етіп оған міндет жүктелген, және сол уақыттан бері біз ислам дінін уағыздап келеміз. Ислам дінін ұстанушылар мұсылман ретінде саналады. Мұсылмандардың кітабы Құран, ал намаз оқу жері мешіт болып саналады. Рахмет, одан кейін тағы. Христиан діні Палестинада біздің дәуіріміздің ғасырымыздан пайда болған, бүкіл жерорта теңізіне таралды. Христиан діні біздің заманымыздан бұрын 2000 жыл бұрын пайда болды. Ол Израиль деген жерде пайда болды. Оның 3 тармағы бар. Біріншісі католик, екіншісі протестант, үшіншісі православ. Буддизм әлемдік діндердің ең негізгісі. Ол біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда пайда болды. Ол сарайда туылған сихатқа буддаман туралы әңгіме болды. Ол біраз өмірін сарайда өткізеді де, біраз өткеннен кейін сарайдың шетінен шығып, сыртқа шыққан кейін... Рахмет, кет, арда қарап. Үшінші топ, отырып, рахмет сіздерге. Дүниежүзі діндер олар христиан, ислам, буддизм дінге бөлінеді. Ислам діні оның негізін қалаған 570 жылы туылған пайғамбар Мұхаммед пайғамбар. Ол 632 жылы қайтыс болған. Ол 610 жылы исламды өзі ойлап тапқан. Оның пайғамбарлық елшілік белгісін ең алғаш оның ағасының серігі арқасынан пайғамбарлық белгіні көріп, оның... Рахмет, ол есі тағы да. Буддизм дін туралы кім айтады? Христиан діні ол әлемдегі біздің дәуіріміздің бірінші ғасырда пайда болған. 1054 жылы Римде ол дүниежүзілік діндердің Еуропа дініне айналды. Ол негізгі 3 тармақтан тұрады. Рахмет, кет, буддизм. Буддизм дінінің негізін қалаушы Сиддартха Гаутама. Ол бұл дінді 30-35 жасында өмір сүріп жүрген уақытында сол ілімін уағыздаған. Буддизм дүниежүзілік
діндердің ішіндегі ең ежелгісі ол біздің ғасырымызда дәуірімізден бұрын 6 ғасырда Үндістанда пайда болған. Rahmet otura oynar, rahmet. Hayır, gel alalım seni. Tamam, dinler başlığa ama dünya dinlere. Tamam, sisteminde bunun içindeki elim dinde ait ettik mi işte yerde. Ama ikkene bu yerdeki dünya dinler bir karanlıklar. Etnostuk, alemde cenede etnostuk, alemde cenede darsılık bölmede etnostuk'a İdaizm, Hinduizm, Konfüizm, Doğusizm, Sintoizm gibi. Yani alemdeki Hristiyan, İslam bizim Buddha din, dürüst mü? Bu bas dinler olsun dinler. Onun darsılık dinleri animizm, totemizm, fetişizm de solay bulup ketebilir. Yani sizlerge sertü sakıt test adam satamızdan isteyimiz. Kayda bir solak satılarak da çekilen belirte kadar sertü. Takip ediyorsunuz belirttik. Kendiniz dairede cevabı levhası. Daha insan başta test. Sapala oram, daireler sapala oram. Birisi eşit dokma, ket onda. Birisi tuta. Dairemiz var mı? Yeke, birisi birisi aytat, ket. Birinchi suratda islom dini, ikkinchi suratda xristian, uchinchi suratda xristian. Buddizmdir. Ket, Birinchi suratdagi meshit islom dini. İslam dininden ikincisi. Al екінші суретте Будда дini олар ғибадатханаға, христиан дініндегі шіркеу соборларға. Size kadedeler. Böyle kadede tabi. Üçüncü suret. Birinchi suret islom, ikkinchi suret xristianlıkta, uchinchi suret Budda. Göz. Adın nesin? Medet aytdı mı bitmeydi medet. Birisi bizning islom diniga ikinchi buddizm, xristian degan yo'q. Ikinchi buddizm, uchinchi xristian deb aytib qo'ydi. Ustoz bunday qilma. Birinchi suret islom dinining meshiti, ikkinchi xristian dinining shirkevi, to'rtinchi buddizm dinining ibodatxonasi olib topiladi. Mətndə paydalanan otur жоғарғы жоспарға сәйкес дүниежүзі діндердің сипаттаңыздарды жалпы жеткілікпелер христиан, ислам, будда діні жалпы жоспар бойынша діннің атауы, шығу тарихы, тармақтар немесе бағыттары, тараған аумағы осындай жазылады. Бұл тез жеткілікті маңызды бересіздер. Мына сұрақтарға жауап берсеңіз. Иә. Көптің атау бойынша емес, бәрі жазылып бересіздер. Mına dedim aslında, Hristiyan dedim, mına geldi, bölüştü. Şehitler sosun niye bu böyle? Şehitler. Yedi top daim, dönüş top daim, şiş top daim. Tek cevap veririz. Yok, siz de bu tarafı da yapın cevap veririz. Ha, yapın. Din atауы ислам, шығу тарихы Арабиядағы ал соңғы Мұхаммед пайғамбар болады. Тармақтар немесе бағыттары сунниттер, шииттер. Таралған аумағы Африка, солтүстік орталық Азия мен батыс аумағы. Сипаттама өзіне ғана тән ерекшеліктер белгісін сипаттаңыздар. Намаз оқитын жері және кітабы Құран. Молодец, вот это İslam'da. Sizler bunlar dini ayıplıyoruz. Дін атауы тарихы Гидхарда Гаутама ол өзінің 29 жасында отбасын тастап тақуаларға қосылып өмірдің мәні не деген сұраққа жауап іздейді. Сосын 35 жасында өз ілімін жасаған санасы нақылаған адам деп осы Будда есімін қояды. Ал таралған аумағы Қытай, Жапония, Корея, Таиланд, Тибет және сипаттама өзіне ғана тән ерекшеліктердің белгілерін атаңыз дейді. Олар мүсінге табылады. Rahmet oturma. Hristiyan denen bunlar. Христиан, ислам, буддизм. Шығу тарихы.
Біздің заманымыздың ғасыры көрсетіп болған ислам біздің заманда 7 ғасыр тармақты немесе бағыттылық патизм, простизм, таралған аумақ орыс, қазақ, моңғол сипатталатын өзіне ғана тән береке түрі христиан, шіркеу, ислам, мешіті, буддизм, ғибадатханасы. Болды ма? Ал енді құрметті оқушылар, баршаңызға рахмет, сабаққа жақсы қатысып жатсыздар. Жалпы дін деген еске түсірген, дін деген адамдардың жоғарғы күшке, Құдайға сенуі. Енді жалпы сенім деген сөзіміз айтатын болса, біздің келешек болашақтағы сеніммен қарап, яғни айтатын болса, зұлымдардың түбінде жалпы жақсы кісілердің жеңуі, жалпы жақсылықтың жеңуі деп айтып кетеді. Жалпы енді біз Құдайға сеніп, сол Құдайдың салып берген жолымен, соның бізге түсірген кітабымен, жалпы соның ішіндегі христиан дініне кітап түскен, ислам дініне кітап түскен, жалпы шынына келгенде біздің ең соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям жалпы араб түбегіне келіп, сол жерде ислам дінін қабылдады, сол жерде Алланың жолымен осы жерде салып берген дара жолмен жүріп келатыр, дұрыс па? Егер де бізде дін болмаса, бұнда өмір сүре алмаймыз. Бұндай жақсылыққа жете алмаймыз. Сол себептен дін деген сөзіміз біз жоғары күшке, жалпы Құдайға, Алла Тағалаға сенім, дұрыс па? Енді сіздердің будда дінінде, христиан дінінде, жалпы әлемдік дінде, дүниежүзі діннің барлығы ең түпкі ой мақсаты адамды адамгершілікпен, жақсылықпен, кешірімділікпен, адалдығымен, соның тәрбиемен шаққанда болашақтағы сенім артып, соларға сеніп, біз арқаға өмір сүреміз. Сол себептен үйге сіздерге тапсырма үй жұмысын беремін, бұл жерде үй жұмысында айтады, бүкіл әзірде атас қартаны аласыздар, үйден қартаны, дүниенің қартаны саласыздар да, әлемдік діндер қартасын алып, пайдалана отырып, әлемдік діндердің таралу аймақтарын кесіп картаға түсіріңіздер дейді. Жалпы сіздердің осы кітаптарыңызда бар, әлемдік дін, бүкіл діннің бәрі тақта қай жерде таралған, христиан діні қай жерде таралған, ислам діні қай жерде таралған, будда діні қайда таралған, содан кейін бағанағы индуизм діні қайда, сол сияқты діндердің қайда таралған көрсетіледі. Жалпы осы тапсырма енді мен тағы да сіздерге көрсетемін, мына жердегі сынып бойынша әлемдік діндердің таралуын талдау дейді. Жалпы сіздермен талдап кетейік. Жалпы мына жерде айтып кетеді, әлемдік діндердің картасы, бұл жердегі бірінші сары аймақтың барлығы не дейді? Христиан діні. Христиан діні солтүстік Америка, оңтүстік Америка, Австралия, содан кейін бүкіл Ресей мемлекеттерінің барлығы не дейді? Христиан дінін ұстанады деген, оның жаңағы екінші дініміз біздің ең жас діні ислам діні. Біздің ислам діні қарап тұрсаңыздар, оңтүстік Азия, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Индияға дейін, қараңыздар, Индияға дейін барады, көрдіңіздер ме? Индияның жарты жерде дейді. Содан кейін солтүстік Африка мемлекетін түгелімен Египет, Алжир, сол сияқты мемлекеттің барлығы ислам діні. Содан кейін ислам діні ұстанады, біздің арабы мемлекеттерде ислам діні ұстанады. Көрдіңіздер ғой, осы талдап кете береміз. Сізде кітаптарыңызда бар. Содан кейін индуизм діні, содан кейін буддизм діні, одан кейін қытайлық діндер, содан басқа діндер дейді. Қытайлық діндер тек қана Қытайда ғана қытайлық діндер. Осы бөліп кете береді, дұрыс па? Енді жалпы, бірақ бұл діннің негізгі түпкі мақсаты барлық жақсы, адал, әділ жолмен жүру құлайды. Сіздерге көп рахмет. Біздің осымен сабағымыз бітті. Енді сіздер тек бағалап келмей тұратыңыздар, бағалап келмей. Сіздер бағалаймыз. Жалпы мынау өте жоғары, жақсы деген балмен мен бүгін енді сіздерге рахмет. Мен осы жердегі Бекболға дұл шапалақ болсын, шапалақ медетке бізде жақсы атсалысқан аталарға да үшінші топтағыларға да кім еді? Әлиге
түсінбеді? Меруертке қасындағы. Әселге қоймет болсын. Арайға өте жақсы арайға жауап беріп барсаңызды осындай дінді біліп жүріңіз керек. Енді үйге келесі жолы сіздерге тапсырма баяғына әлемдік діннің картасы жазасыздар. Сол кітаптарыңызға қарайсыздар, сол жерде қандай дін қайда таралған келесі сағат соны айтып береді, дұрыс па? Енді бізде рефлексия, ана жерде рефлексияда көрсетеді, мына жерге жазасыздар да, сөйтесіздер да. Мен рефлексияда мен түсінбедім, әлі оқуым керек. Екінші мен ойланып, біраз сұрағына түсіндім, біраздан түсінбедім. Үшінші өте окей, мен бәріне жақсы түсіндім деген сондай жабысып кетесіздер дедім. Жазыңыздар. Біреу-біреуді жазыңыздар. Келесі сабаққа да барамыз. Келесі болсын. Sağ ol, salamatla bolunuzlar. Bәрі жақсы керемет түсініп кеттіңіздер ма? Ен алуда түсінбедім дейді.